Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен лечо салатын жабатын боламын. Алдын ала ет тартқыштан қызанағымды өткізіп алдым. Болгар, чеснок, ашты бұрыштарымның бәрін турап дайындап алдым. Алдын ала банкілерімді де булап алдым. Енді ыдысымызға шит майымды құйып қыздырамын. Қызған шит майдың үстіне 4-ке бөліп туралған пиязымды салып қуырамын. Жақсылап араластырып қуырып аламын. Сарғайғанша қуырамын. Жақсы қуырылған пияздың үстіне алдын ала туралған болгар бұрышымды саламын. Болгар бұрышында жақсылап араластырып, жақсылап қуырып аламын. Болгар бұрышының үстіне алдын ала ет тартқыштан өткізілген қызанағымды құямын. Тағы да бір рет араластырып аламын. Енді қызанақтың қайнағанын күтемін. Қайнап шыққан соң болгар бұрышын 20 минут қайнатамын. Тұзын саламын. Қайнап шыққан соң дәміне қарай тұзын саласыздар. Шекерімді саламын. Sarımsağımды салам. 20 минут өткен соң болгар бұрышын 20 минут қайнатамын. 20 минуттан кейін sarımsağымды, ашты бұрышымды саламын. Енді тағы да қайнағанын күтіп, sarımsağымды салған соң 10 минут тағы да қайнатамын. 10 минуттан кейін қара горошек саламын, лавр жапырағын саламын. Уксусымды құйып, тағы да 5-10 минут қайнатамын. Бетін жауып 5-10 минут қайнатып аламын. Салаттарымыз дайын болған сияқты. Енді алдын ала стерилденген банкілеріме салатымды құямын. Жақсылап банкімізді толтырып құйып аламын. Мұны барлық банкілеріме құйып, қақпағын жауып алдым. Банкілеріңіздің қақпағының жақсы жабылғанын тексеріп көріңіздер. Банкілеріңізді ары-бері домалатып тексеріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да видеолар болады. Сау болыңыз.